Сосын ол бала көтерді. Одан кейін тағы қатарынан 5 рет түсік тастады. Ақыр соңында емделмейтін ауру, үміт жоқ деген үкім кесілді. Біз қыз асырап алдық. Кешіріңіз, біреу бар ма? Сізді бола ма? Иә? Мен мына бір тарттатендігінді алам. Шикі болмасын. Әйтпесе маған шикі шоколаты бар тәтті әкеп бердіңіздер. Жұп-жұмсақ, жиіркенішті. Қысқасы, фу. Сондықтан да сүйек қоспасымен деп аталады. Солай ма? Иә? Жарай, сонда да тарттатен алам. Мен үнемі жеңіске жетуге талпындым. Экстремалды спорт, жылдамдық. Бәрінен де жылдам, бәрінен биік. Параплан маған бәрін беретін. Биіктікке шығып алып, әлемге үстінен қарайтынмын. Ауға шутатынмын. Бала күнімнен бәріміз әлемге дәрет сындырамыз деп үйрететін. Шөлдеп кеттім, тамағым құрғап кетті. Шөптен ондай болып тұрады. Тағы қалай болады? Тамаққа тәбет ашылады. Әңгіме соққын келеді. Ауа райы қолайсыз кезде парапланмен ұшуға болмайды. Ал сіз бәрібір ұштыңыз. Алисаның жан азабын бөліскім келген шығар. Оның аман қалмайтынын білдім. Нәтижесінде 2 мойын омыртқам сынды. Енді тек қиялымда ғана ашам. Кейде ауырғаны басылады. Тек ой жейді. Ең қорқыныштысы арбаға таңылғаным емес. Одан айырылып қалғаным. Дәрігерлер не дейді? Қазіргі медицинаның деңгейімен 70-ке дейін өмір сүрелем. Массаж бен дәрінің көмегімен. Мұның бәрі арзан дүние емес. Бірақ Құдайға шүкір, дәулетті мүгедекпін. Мен атылып қалатын ем. Оған да біраз күш керек. Иә, рас. Қапат деген ай, Бүгін қай күн? Білмеймін. 8 ме, 9 ма? Онда құттықтаймын. Немен? Қалайша, сіз бәсті жеңдіңіз. Сынақ